кім маған салауатты жазатын болса дейді, жазса, саллаллаху алейхи уассалам деп, ол кітап қашан жоғалып кеткенге шейін сол жазу, періштелер ол адам үшін дұға истиғфар тілеп тұрады дейді. Я Алла, пәленше деген құлын кешірші, пәленше деген құлын кешірші деп. Сол үшін салауат дәптерлеріңіз болсын. Ең басына бисмиллахир-рахманир-рахим, альхамдулиллахи роббил аламин. Бірінші Аллаға мақтау мадақты өлдіріп жазыңыз. Толтырып жазып тастаңыз. Артынша салауат жазып тастаңыз ше. Сонда анау кітабыңыз бар ғой, сол кітабыңыз қашан жоғалып кеткенге шейін сіздерге періштелер истиғфар тілеп тұрады. Оны балаңызға мирас етіп тастап кетіңіз. Әрдайым балаңыз да оқып тұрсын оны, сіздің жазғаныңыз. Оны немереңіз оқысын. Дәл солай атадан балаға мирас қылатын, мирас болып қалатын, сақталып тұратын кітаптардан болуын нәсіп етсін иншалла. Солай істеп қойыңыздар.